баршаңызға сіздің логопедіңіз Дариға Рымқабылқызы. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында баланың тіліне қалай жай қасықпен массаж жасаймыз, соны үйрететін боламын. Ол үшін біз қасықты аламыз, баланың тілін шығаруын сұраймыз. Егер бала тілін тартып алмас үшін кәдімгі бинтпен баланың тілін ұстап тұрып, екінші қолмен жасаймыз. Яғни бала тілін шығарады, бірінші босауысты массажын жасаймыз. Баланың тілін қатты баспай, біраз кішкене ғана күш жұмсап басуымыз керек. Одан кейін баладан жаңағыдай әртүрлі ойындар ойлап табу керек. Қазір бізде көлікте жүретін болады. Енді көліктер керісінше жүретін болады. Қар жауды дейміз. Ал енді тілді тараймыз. Немесе тазалықшы адам келіп, ауланы сыпырды десек те болады. Далада күн шықты. Одан кейін тілдің көтеруін сұраймыз, тілдің астына да массаж жасаймыз. Яғни баланың тілін ұстап тұруымыз керек, өйткені бала тілін тартып алуы мүмкін, өздігінен немесе көтере алмауы мүмкін. Сол үшін тілді ұстап тұрған абзал. Ал одан кейін тәтті тосаптармен жұмыс жасайтын боламыз. Мысалы, кішкене қасықтың басына біз тәтті тосапты жағамыз. Енді осыдан баланы жалауды сұраймыз. Яғни бала қасықтың ұшын ғана жалауы тиіс. Осы кезде баланың тіл ұшындағы бұлшық ет жұмыс жасайды. Ал енді вареньяны, тәтті тосапты барынша кішкентай қасыққа жағамыз. Баладан осыны жалауды сұраймыз. Балада тілдің жартысы жұмыс істейтін болады. Ал түгелдей тілді жұмыс жасату үшін үлкен қасықты аламыз. Яғни үлкен қасықпен вареньяға кішкене тәтті тосамызға малып аламыз. Және балаға жалауын сұраймыз. Осы кезде баланың тіл бұлшықетінің толықтай жұмыс жасайтынын байқаймыз. Одан кейін біз балалармен әртүрлі ойын арқылы артикуляциялық жаттығулар жасатсақ болады. Мысалы, балалардың жақсы көретін кәмпиттері чупа-чупс алсақ болады. Осы қызықтырып артикуляциялық жаттығу жасатамыз. Немесе тілімізді осыған тигізуге тырысыңыз. Бұл кезде жылан жаттығу жасалады. Одан кейін балаға осыны жалауды ұсынамыз. Тіл бұлшықетінің жұмысын осылай қызықты етіп, ойын арқылы үй жағдайында өткізуге болады. Сіздерге сабақ қызықты болған деген үміттемін. Олай болса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге әртүрлі осындай лайфхактар көрсетіп тұратын боламын. Сау саламатта болыңыздар.